Түркістан облысында табысты отбасы жобасының түлектері өз кәсібін бастап кетті. Аталмыш бағдарлама аз қамтылған отбасылар мен көп балалы жанұя мүшелерін бизнеске баулуға бағытталған. Жоба қатысушылары жаңа мамандықтарды игеріп, бағдарлама аясында қажетті жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Осылайша облыс көлемінде 70 тұрғын өз кәсібін ашады. Олардың арасында Жетісайлық Гүлнар Исаева да бар. Ол аудан тұрғындарын тіл үйрер тәтті тағамдармен қуантуда. Кәсіпкер балалармен бірге күніне 300-ге жуық самса, 500-ге жуық бауырсақ әзірлейді. Осылайша оның айлық табысы 400 мың теңгеге жетті. Мен жаңағы тойларға тапсырыс қабылдаймын. Бауырсақ, тұшпара, самса, қаттама, ауызашарларға, мерекелік іс-шараларға, құдалықтарға, әртүрлі нелер бар ғой, тапсырыстар бар. Енді жайлап көмектесетін адамдар алып жатырмын. Оның үстінен бұл табысты отбасы болғаннан кейін жаңағы өзімнің бала-шағаммен бірге істеп жатырмыз. Неге ілініп алғанша. Сосын үлкен кәсіпкер болу арманымыз бар.